Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен жылы су қажет. Ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Одан кейін 2 ас қасық қант және 8 грамм ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің ашытқымыз жақсылап реакцияға түсу үшін. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Бетін жауып, шетке алып қоямыз. Енді сотейнигімізді аламыз. 250 грамм сүтті құямыз. 80 грамм сары майды саламыз. Екеуін бірге жақсылап отқа қоямыз. Араластыра отырып, сары майымызды жақсылап ертіп аламыз. Оттан түсіреміз. Енді үстіне ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде қою масса шығады. Жақсылап тез қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді таза ыдысымызға осы қоспамыздың барлығын саламыз. Енді 3 жұмыртқамызды жақсылап бөлек ыдыста араластырып аламыз. Жұмыртқамызды қою массамызға құйып, екеуін жақсылап араластырамыз. Яғни түйірші қалмайтындай етіп, бізде қою біркелкі масса шығады. Араластырып алдық. Енді алдын ала дайындап қойған опарамызды саламыз және жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Ұнның барлығын салып, үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сәл қолға жабысатын қамырымыз шығады. Енді үстелдің үстіне жақсылап ұнды сеуіп, қамырымызды осы жерде жақсылап қолымызбен жақсылап илеп алатын боламыз. Арасында ұн сеуіп отыруды ұмытпаймыз. Мінекей қамырымызда дайын болды. Ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен орап, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ал енді салмасы үшін бізге 4 немесе 5 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды кубиктап турап аламыз және де үстіне қоңырқа етіп пиязымызды қуырып үстіне саламыз және тұз, басқа да дәмдеуіштерді қосып сала берсеңіздер болады. Жақсылап қасықпен араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Мінекей 1 сағат өткеннен кейін біздің қамырымыз да дайын болып, әдемі болып көтеріліп тұр.
қамырымызды бір басып, жақсылап жинақтап аламыз. Аздап май қосып, және тағы жақсылап басып илеп аламыз. Домалақ пішінге келтіріп, қамырымызды теңдей ортасынан 2 бөлікке бөлеміз. Және оны ортасынан бөліп, яғни біз 9 бөлікке бөлетін боламыз. Бөліктерге бөліп алдық, енді қолымызды майлап, әр қайсысын осындай домалақ пішінге келтіріп аламыз. Барлығын дәл осылай домалақтап шығамыз. Бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Он минуттан кейін қамырымызды әр қайсысын дәл осы видеодағыдай жаямыз. Өте жұқа болып кетпесін, қамырды жайғанда 1 сантиметрдей қалыңдықта болу керек. Мінекей осылай жеткілікті. Енді үстіне 1-2 ас қасықтан салмасын саламыз. Дәл самса түйгендей, дәл осы видеодағыдай жасап түйіп шығамыз. Салмасы да өте жеңіл. Мінекей осындай болып шығып жатыр. Қамырымыздың барлығын осылай жасап, осылай түйіп шығатын боламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырларымызды осы жерге орналастырамыз, және де бетіне жұмыртқаның сарыуызын 1 шай қасық сүт қосып, жақсылап бетіне жап шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 150-180 градустың арасында 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте жұмсақ, тез дайын болатын біздің самсаларымыз дайын болып шықты. Енді қамыры деген енді сөз жоқ, шын мәнісінде үлпілдегі жұмсақ болып шығады.
салмасы да өте жеңіл, қарапайым. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Барлығына үй ішіне ұнайды деген ойдамын және сенімді айта аламын. Және де менің арнамнан үнемі осындай оңай жасалатын пайдалы рецепттерді көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Мінекей, сіздер қазір ішін ортасын бөліп көрсететін боламын. Мінекей, жұмсақ, үлпілдеп тұр. Видеоны соңына дейін қарап, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.